Мен Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жуалының топырағында дүниеге келдім. Әкем Момыш еңбекпен шыңдалған қатал да әрі әділ адам еді. Анамнан ерте айырылдым. Сол себепті мені өмірге баулыған адам қылған әжем болды. Әжем маған бір ғана нәрсені емес, тұтас өмірді үйретті. Адал болуды, үлкенді сыйлауды, ел мен жердің қадірін білуді үйретті. Тәрбие адамды оқтан да, оттан да аман алып қалатын қалқан екенін сонда түсіндім. Мен ауыл мектебінде оқыдым, кейін 7 жылдықты бітірдім. Білімге құштар болдым. Бір кездері мұғалім болып бала оқыттым. Өйткені елдің болашағы білімді ұрпақта екенін ерте ұқтым. 1932 жылы әскер қатарына шақырылдым. Әскер мен үшін жай ғана қызмет емес еді. Ол мінез мектебі болды. Тәртіпке үйрендім, жауапкершілікті сезіндім, шешімді оймен қабылдауға үйрендім. 1941 жылы соғыс басталды. Мен Панфилов дивизиясын құрамында Мәскеу түбінде шайқастым. Батальон басқардым, полк басқардым. Бірақ ең бастысы адам басқардым. Мен үшін командир болу айқайлау емес. Сарбаздың өмірін өз өмірінен биік қою, ерлік деген бір сәттік батырлық емес, күн сайынғы жауапкершілік. Соғыс аяқталған соңда әскерде қалдым. Полковник шеніне жеттім. Кейін қолыма қарудың орнына қалам алдым. Себебі көргенімді түйгенімді халыққа айту менің парызым еді. Мен ұшқан ұяны жаздым, әжем үшін. Артымызда Москваны жаздым, майданда қалғандар үшін. Соғыс туралы жаздым, бірақ батырлықты емес, адамдықты бірінші орынға қойдым. Мен өмір бойы бір нәрсеге сендім. Тәртіп бар жерде намыс бар, намыс бар жерде ел бар. Сондықтан да менің сөзім біреу ғана. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Мен 1982 жылы бұл дүниеден қоштастым. Ал атақ кейін берілді. Бірақ мен үшін ең үлкен марапат елімнің есінде қалу. Мен Бауыржанмын. Елім барда, сөзім барда, мен тірімін.